Қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге сметаник пирогының рецептісін ұсынып отырмын. Грамм мен ингредиенттің саны видеоның описание соңында көруге болады. Міндетті түрде пісіруге кеңес беремін. Өте дәмді және оңай пісіріледі. Ұн салынып тұрған ыдысқа сары майды салып үгітеміз. Бізде песочный қамыры шығуы тиіс. Үстіне қант, жұмыртқа және қопсытқыш саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Жұмыртқа салынып тұрған ыдысқа қант, ванилин және қаймақ саламыз. Міндетті түрде қаймақ 20% болуы тиіс, әйтпесе сізде сметаник қоюланбауы мүмкін. Қоспамызды венчикпен араластырамыз. Пісіру формасының диаметрі менде 26 см. Алдын ала сары маймен жағып қойдым. Қамырымызды екіге бөлеміз. Бір бөлігін форманың астына жаямыз. Қамырдың екінші бөлігінен бортик кестейміз. Начинкамызды формаға құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыстырып қоямыз. 40-45 минут пісіреміз. Сметаник пирогымыз дайын болды. Сізбен бірге болғанымнан үлкен. Менің каналыма жазылып, лайк қойғаныңызға рахмет.